Сәлем достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Жаңадан қосылсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Бүгін тамыздың 9-ы. Қазір мен қалаға шығып баратырмын. Соған орай менің бүгінгі лукым вот осындай ақ кофта және де ақ шалбар. Қазір шашымды буам или өрем, точно білмей тұрмын. Забери печаль, можешь по номеру, океан по колено, что за манера, танцует Макарена. Мен бүгін базарға келген себебі, бүгін мен штатив, яғни лампамен алдым. Енді осы жақында сіздерге сол жарық светпен неше түрлі қызықты видеолар түсіретін боламын. Ол көбінесе Инстаграмға кетеді, видеолардың бәрі ютубқа да видео салуға тырысамын. Күтіңіздер. Біз коктейль алып жатырмыз. Сият. Папа. Біз Магнумға келдік. Бүгін Магнумнан осындай диск алдым. Еще мынандай щетка. Мына щетканың тілді и манекенята зубы, десны, язык и щеки деп жазылып тұр. В общем, 4 в одном. EQ, біреуі подарок. Сосын лесной бальзам. Астынық уже осындай алған алдында. Ол уже бітейін деп тұр. Сосын микселярная вода. Тоже алу керек болды. Уже мен біресе алғаным. Олда бұтқа. Лесной бальзам екеу алдым. И еще лесной бальзамның надай биогранула для максимальной чистоты против 10 проблема полостероида дейді. Осындай алдым, көрейін дедім қолданып. Вот. Осындай менің очки. Еще ең маңызды негізі барған кезде алам деген затым. Ол менің штативім. Қазір осыны көрем. Вот, қазір мынау өшік тұрғаны. Енді қазірнан қосамыз. Вот, жақылды. Эй, детка. Красивая детка. Воу-воу-воу. Қазір ғана мен тамамды ішіп болдым. Енді қазір өзім ыңғайлы отыру үшін магазинді жақсылап тұрып жинастырып алам. Сосын кітап оқимын. Қандай кітап оқып жатқанымды қазір айтатын болам, жинастырып болғаннан. Ал кеттік. Столдың үстін жақсылап тұрып жинастырып алам. Өзіме ыңғайлы қылып. В общем, магазин үшін жинастырып, бос заттардың бәрін қойып шықтым. Енді сіздерге мен қазір қандай кітап оқып жүргенімді айтатын боламын. Және де мен примерно негізі 21 күнде өзімді қалыптастыру жүйесін орнатқан болатынмын. Сол жүйе арқылы мен шынымен қалыптастырдым. Мен оған сенімдімін. Және де көбінесе уже мен кітап оқымасам, кітап оқуым керек. Тағы да су ішуім керек. Және де мен тағы да қалыптастырған 21 күннің ішінде жаттығу жасау, азанда тұрып, мен жаттығу жасаймын. Вот. 21 күнде қалыптастыруға болады. Егер сіздер 21 күнде қалыптастыра алмасаңыздар, онда мен сіздерге кеңес берем. Ол бөлек видео болады, оны күтесіздер деген ойдамын. Ал енді қазір мен қандай кітап оқып жүргенімді айтатын боламын. Ол оқып жүрген кітабым... Так, менің книгам кітабым. Жаңа ой орталығы. Мен қазір так бетімді табайын. 76 бетте, 83 беттік өзі. Мен просто 83 беттік болғаннан кейін бір аптасындағы 2-3 күнді тастап кеткем. Оның орнына мен жұмыс істеген болатынмын. Так.
сосын кейін мен оқып жүрген кітабым жаңа ой орталығы мотивациялық кітаптар жиынтығы. Яғни мотивациялық кітаптар жиынтығы дегенде бұда 5-6 кітаптардың тізімдер жазылған, және де ол кітаптар жайлы өздерінің пікірлері не туралы жазылған жайлы айтылған. Сосын бұл кітапты оқығаннан кейін сіздер шынымен мотивация аласыздар. Себебі басқа да кітаптардың тізімдерін көрсеткеннен кейін ол кітапты де оқығыларыңыз келеді. Мен сондай күйде болып жүрдім негізі. Мен 2 әдеби кітап оқыдым. Ол Ақбілек пен Махаббат қызық мол, 3 кітап ұлпан. Қаз-қатар әдеби кітап оқыған болатым. Мен оқыған кезде шаршап кеттім. Шыны керек, қаз-қатар әдеби кітап оқығаннан кейін өзіме пайдалы психологиялық ретінде және де мотивациялық ретінде кітап оқығым келді. Сол оқығым келген кітап осы жаңа ой орталығы кітабы маған өте жақсы әсер етті. Егер сіз осы мен оқыған кітаптарды оқығыңыз келсе, онда менің телеграм-каналыма тіркеліп кетсеңіз болады. Телеграм-каналым Жұлдыз Кокуин. Ол каналда мен, яғни кітап оқығаннан бастап, мен ішінде қандай цитаталар бар және қандай пайдалы мәліметтер бар. Сол мәліметтерді мен бірден телеграм-каналыма салып отырамын. Кейіннен ең соңында сол кітаптың өзін PDF форматын жіберем. Яғни өздеріңізге жүктеп алып оқи берсеңіз болады. Қазір мен инстаграмға видео салуым керек. Тоже инстаграмға да тіркеліп кетсеңіз болады. Описанияға барлығын қалдырып кетемін. Телеграмдыкін де, инстаграмдыкін де қалдырып кетемін, вкамдыкін де қалдырып кетемін. Сол жақтан мені таба аласыздар. Вот. Мен негізі бағана кітап оқуым керек еді. Уже 1 сағат болды менің отырғаныма. Оның себептері біріншіден инстаграмға видео салдым. Потом магазин ішін жинастырып шықтым деп айттым ғой. Одан кейін мен далаға кішкене былай жүріп қайттым. Енді қазір шынымен кітап оқиын деп отырмын. Мен оқып бітірдім. Вот, финиш етті. Ең соңғысын жазылып тұр. Және де мен кітап оқығанда мен обязательно су алғым. Вот, уже жатсыштым. Вот такое. Еще ертең мен примерно қолыма маникюр жасайтын шығармын. Себебі уже аяғым кеше түнде іріліп кетті, соны тарта салдым. Темный алып кетті. Қаншалықты өсіп кетті. Вот. Мына тырнақтарым кішкене тез өскенде, тырнағым жай өсіп келеді. Бүгін мама баклажан и тауықтың еті, көже барлығын мама жасады. Мен қазір қолыма гель жасайын деп жатырмын. Сол үшін қазір мынаны снимать ету керек. В общем, недавно гель жасағым келіп кетті. Вот такой. Енді қазір бірінші снимать етем. Потом барып еттерін алып гель жағатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Насадкамен қазір қолымды вот так снимать етем. Мен бірінші оң қолымды снимать етем. Бірінші қиын жақтан бастаған дұрыс. Содан оң жаққа сразу барасың. Қиындау негізі.